Кейде болады мындай состояние, адамдардың бір орында тұрып қалған сияқты ощущение. Вроде өте қатты тырысып жатыр, бірақ та ештеңе қолынан келмей жатқан сияқты. Өте жұмыс көп сияқты, үйдің, баланың, отношение, өзіңнің отношениең ортаңмен, күйеуіңмен, балаларыңмен отношениеде бір сондай бір хаос, бір бардак болып жатқан сияқты бір этаптар болады, иә, әрқайсымыздың бір өтетін этаптар. Балалармен отношениедегі қиындықтар, жұмыстағы қиындықтар, немесе күйеуімізбен отношениедегі қиындықтар деген сияқты. Әр адамда өтетін этап, бұл этаптан мен де өткенмін, бірақ та мен осы нәрсені түсінген кезде вот реально өмірімді басқара алдым. Сол кезде ғана мынандай осознание келді маған, когда адам өз өмірінің режиссері болмаған кезде, реально өз өмірінің авторы болмаған кезде, оны өмірі өзі емес, өміріндегі ситуациялар басқарады. Яғни кез келген нәрсе сенің состояниеңді құлатып кетуі мүмкін. Ақша келмей қалса состояниең құлап кетіп, иә, күйеуіңмен ұрсып жүрсең де состояниең дұрыс болмайды ғой. Күліп, күшті болып өтірік күліп жүре алмайсың, иә. Балаңмен дұрыс емес отношение болып жатса да, иә, балаң үнемі сені, балаңның алдында чувство вины болса, қарай алмай жатқаның үшін, немесе балаңның өзінің мектебіндегі, өзінің ортасындағымен отношениелері дұрыс болмаса, бұл все равно біз робот емеспіз, все равно бізге влиять етеді. Немесе ата-анаңа ренжіп, немесе саған біреу ренжіп жүрген күннің өзінде бұл нәрсе бізге өте қатты әсер етеді да. Біз ойнап күліп барлық сферада өте күшті жүре алмаймыз. Сондықтан да бұл кезде қандай болады? Сондықтан да осы нәрсемен қашан байқап, қашан осымен жұмыс жасап бастаған кезде реально өмір өзгереді. Бұл не үшін болады негізінде? Бұл сенің өмірдегі рөлдеріңнің ауысып кетуінен болады ең бірінші. Біз өмірде анамыз, бір жерде мамамыз, бір жерде психологпыз, бір жерде коллегамыз, бір жерде просто мектептің ата-анасымыз, біреудің әйеліміз, біреудің келініміз деген сияқты әрбіріміздің әртүрлі рөліміз бар. Кейбір жерде бастықпыз, кейбір жерде партнермыз деген сияқты. Әр жерде өзінің рөлі бар. Когда сен сол рөлдерді дұрыс атқармаған кезде, иә, жұмыс жасаймын, ақша табамын деп больше сен фокусыңның барлығын соған қойып кеткен кезде, ол жерде естественно сенің отношениең қирай бастайды, балаларыңмен отношение қирай бастайды, потому что сен ол жаққа уақыт бөле алмай қалдың деген сияқты. Тағы да не болмаса просто үйде отырып, домохозяйкада үйдің жұмысымен айналысып, тек қана баламен айналысам деген кезде, ол кезде тоже сенің басқа жағың қирай бастайды. Яғни развитиең, өзіңнің развитиең қирай бастайды. Сен ақшадан қысылып бастайсың. Тек бала мен үйдің жұмысын жасағанда, үйде отыратын әйелдер, декреттегі әйелдер оны түсінеді өте. Бастаған кезде уже сенде табыс жағы қирай бастайды. Сол үшін де біздің өмірімізде осындай басымызда бірінші. Біздің өміріміздегі жалпы хаос ол қай жерден басталады? Ол біздің басымыздан басталады. Яғни басыңда, миыңда хаос болатын болса, ол сенің өміріңде де дәл сондай болады. Сондықтан да мына 4 нәрсені мен естідім да. Беспорядок дейді да. 4 нәрсені басқарған кезде, ол біріншісі эмоциональный беспорядок дейді. Эмоциональный беспорядок деген ол эмоцияң, мен өте көп осындай эмоция болған кезде сенде да, непрожитый эмоциялар, иә, травманы, терапияларды не үшін алады адамдар? Чтобы сол бала кездегі непрожитый эмоцияларын шығарып тастау үшін. Оны шығармаған кезде біздің өмірімізде сол эмоцияларды, жалпы да травмалар просто қайталанады дейді ғой. Дәл солай сен өз өміріңді құртып алуың мүмкін деген сияқты. Мен өткенде Zoom сабақта өткізіп жатырмын, и мынандай болып жатыр да, скачу курсында өткізіп жатырмын, 2-ші апта ғой деймін, и ана қатысушылар просто нелерді жасамай жатыр. Просто техникаларды көбісі жасамай жатыр. Жасап результат алып жатқандар да бар, бірақ та бір 3-4 адам жасамай, просто менің қолымнан ештеңе келмейді, жасай алмай жатырмын деген сияқты сылтаулармен келді. Мен сол кезде қатты ашуландым да, и мен айттым, вот сіздер жасамайсыздар, из-за этого осындай результат жоқ. Сен просто алда логикаңды өшір да, просто алда техниканы жасашы, сол кезде сенде результат болады деп. Мен өте қатты сондай ашуға беріліп, сол жерде ашуландым, шыны, потому что реально, когда сен реально работающий техниканы адамға бересің, оған өзің 1000% сеніп тұрсың да, ол техниканы жасаса результат болады, бірақ оны просто жасамайды адам. И сол кезде мен қасында отырған командам айтады да, сіз психологсыз ғой, неге сіз ашуыңызды көрсетіп жатырсыз? Адамдар ойлап қоймай ма, сізді өзін басқара алмайтын, сондай эмоциясын басқара алмайтын адам екен деп, деген сияқты сөйлеп жатыр да. И мен айтам, мен оған үйренгенмін. Маған адамдардың мен туралы ойы қызық емес. Мен өзім туралы ойымды өзіме қойып алғанмын уже. Мен қазір бұл эмоциямды шығармайтын болсам, бұл просто мен агрессия ішіме түседі, и потом придется сендерге төгуге деген сияқты. Сол сияқты экологично сізде қандай эмоция келіп тұр, просто сол жерде шығарып үйреніңіз. Ол ашуланған кезде айғайлап, оның шекарасына өтіп, оны төмендетіп деген нәрсе сияқты болған жоқ, просто осылай деген сияқты өз эмоциямды шығарған болатынмын. Дәл сол сияқты бірінші беспорядок болу керек. Өміріңде хаос болмау үшін ол сенің эмоцияңмен жұмыс болу керек. Яғни ішіңде непрожитый эмоциялар тұрмау керек. Күйеуіңе 3 жыл алдын ренжіп қалып, немесе 10 жыл, 20 жыл алдын изменение жасағаннан қалған ішіңдегі
реніштер, иә, кез келген адам болсын, ол күйеуің болмай ақ қойсын, коллегаң болсын, кез келген адамға ренжіген реніштерің, ашуланғаның, ол сенің не прожиты болса, оны экологично сен ішіңнен шығармайтын болсаң, ол сенің өміріңе по-любому әсер ететін болады, иә, кез келген жерде. Сондықтан бірінші эмоциямен эмоциональный порядок болу керек, чтобы сенің өміріңде хаос болмау үшін. Екінші нәрсе информационный порядок болу керек дейді да. Вот реально мен өзімде өте байқаймын, қазір біздің қоғамда рилс, тикток, ютубтағы кез келген видеоларды просто біз өз өмірімізден, көбінде адамдарда өз өміріндегі бір дұрыс емес этаптарды көруден қашу үшін просто осылай рилсқа кіріп кетеді, тиктокқа кіріп кетеді и листать етіп, бұл жерде қанша уақыт кеткенін өздері де байқалмай қалады. Бұл біріншіден өз өміріңді қиратып жатырсың, уақытыңды жеп жатырсың. Екіншіден бұл сенің миыңа өте кері әсер етеді. Сен керекті керексіз информацияны көре берген кезде оны миың задача деп қабылдап соны қорытуға жұмсалынып кетеді да. Байқайсыздар ма, кейде жаман бір информациялар шығып қалады, иә, новостилардан, жаңалықтардан, телевидение. Мен уже 10 жылдай аса уже көрмеймін телевизорда, потому что телевизордың барлығында, телевидениеде да ақпараттық жаңалықтарды жеткізетіннің барлығында негатив. Ол жерде ана жерде біреуді өлтіріп кетіпті, мына жерде бір нәрсе болып кетіпті, и прикинь, сен оны естіген кезде сен оны өзіңе қабылдайсың, соны потом соны ойлап, соны қорытып миыңда жүресің. Бұның өзі сенің өміріңде, яғни сен қазір оның орнына өзіңнің проблемаңды шешуіңе болатын еді, бірақ та сен ана видеоны көріп аласың да, и соны миыңда кем дегенде 24 сағат, иә, кем дегенде біз 3 күн 4 күн бір апта ол бүйтіп накапливается біздің миымызда. Ал кем дегенде біз оны 24 сағат ойлап қорытып жүреміз. Сондықтан да не көріп жатырсың, не естіп жатырсың, информацияны порядок все равно болу керек. Керек адамға подписка жаса, да, керексізінен просто отпишись деген сияқты. Сен өміріңе пайдалы ма, өзіңе просто сұра, өмірім менің пайдалы ма, менің өмірімді өзгертуге әсер етіп жатыр ма? Егер әсер етпей жатыр, просто так дейтін болсақ, иә, онда лучше отписаться ету керек, отписаться ету керек. Келесі нәрсе ол физический порядок дейді да. Физический порядок вот реально, когда сен үйің жиналмаған, шашылған, быт-шыт болып жатса, да, сенің миыңда порядок болмайды, сен ол жерде өзің дұрыс сезіне алмайсың, иә. Когда үйіңнің барлығы порядок болып тұрған кезде, иә, киімдерің жинаулы, носкиларың бір бөлек, киімдерің бір бөлек, кітаптарың бір бөлек тұрған кезде, барлығы орында тұрған кезде уже сенің миыңда кәдімгідей тынышталып қалады, тыныштық келеді миыңа. Яғни байқап отырғандарыңыздай өміріміздегі барлық беспорядок ол біздің мына жерімізбен, ішіміздегі эмоциямызбен ғана байланысты. Енді осы нәрсе маған кезінде инсайт болғанда, значит, өмірді басқару өте ондай қиын емес екен. Когда сен өзіңнің миыңды, өзіңнің эмоцияңды басқара алған кезде, сол жерде порядкалаған кезде, сенің өміріңде реально хаос болмайды екен деген маған сондай өте мықты инсайт болған негізінде. Үйіңнің жиналмауы, киімдеріңнің уақытында жуылмауы, шашылып жатқан нәрселер, посуданың уақытында жуылмауы, бұл все равно сенің миыңа беспорядок береді. Және сен ондай жерде ондай үйде өзіңді комфортно сезіне алмайсың. Кстати, мен жақында сала қыздар бай болмайды деген рилсім шықты. Бұның өзі сол туралы да, потому что вот реально, когда сенің жан-жағыңда беспорядок болған кезде, сен бірінші өзіңді уважать етуден қаласың. Я сыртқы көріністің әдемі өте көріне аласың, бірақ та сен все равно ішіңнен өзіңді сондай дұрыс емес адаммын, мына жерім таза емес деген все равно сондай ішіңде сондай өзіңе деген самоуважениең түсіп тұрады, яғни өзіңді құрметтеуің түсіп тұрады. Ол по-любому қазір біздің энергиялық әлемде влиять етеді өзімізге, адамдармен отношениеге де. Получается, барлық нәрсе сенің ішіңнен, сенің порядоктарыңнан басталады. Сондықтан да осы физический порядок болған кезде, жан-жағың просто жиналып таза болып тұрған кезде, ол өзіңе де приятно и өзіңе деген самоуважениең артып бастайды. Төртінші нәрсе уақыт. Осы нәрсе көбімізде бізді кері тартып тұрады, иә. Уақыт деген, мысалға, ертең таңертең тұрам дейсің, бұл жерде то же самое, да. Бұл жердің өзі барлығы бір-бірімен связаны. Таңертең ерте тұрам дейсің, бірақ та тұрмайсың. И көп адамдар былай айтады да, мен өзіме сенімсізбін, өзімді сенімсіз сезінемін. Ол жұмысқа болсын, ол услугасын сатуға келгенде де, адамдармен араласуға келгенде де, өзіңе деген сенімділік ол өте маңызды нәрсе. Бірақ та бұл сырттан біреу келіп салып беретін саған, немесе біреу саған беретін нәрсе емес. Ол сенің өзің қалыптастыратын, ол сенің навыгың, бір сөзбен айтқанда. Ертең таңертең сен тұрам деп, бірақ та таңертең миың сені уговаривать етіп басқа нәрсе жасауға, иә. Сен таңертең тұрмайтын болсаң, онда сенің миың, өзіңнің миың саған сенуден қалады. И ертең келесі күні тағы да айтсаң өзіңе, да, вот ертең ерте тұрам, и миың айтады, қойшы, сен бәрібір жасамайсың. Не кетеді бұл жерде? Бірінші, получается, өзімізге сенуден қаламыз. Ал өзіңе деген сенімділіктің
бастауы осы жерде. Егер сен ертең таңертең тұрамын деп қандай қиын болса да, қандай жағдай болса да просто тұрдың ба, сенің уже осылай өзіңе деген сенімділігің қалыптаса береді. Ол бірінші өзіңнің алдыңда, екінші біреудің алдында да. Например, бір проект алатын кезде да біздің өміріміз жалпы адамдармен байланысты ғой. Біз тек қана өзіміз ғана өмір сүріп жатқан жоқпыз ғой. Біреумен проектте жұмыс жасаймыз, партнер болып жұмыс жасаймыз, біреуден услугасын сатып аламыз, немесе біреуге услугамыз сатамыз, кез келген нәрсе болсын, иә. Сол кезде сен өзіңе деген сенім болмайтын болса, получается, бұл жерде тоже сен басқаға да сене ал басқаға да басқа адамдар да, получается, саған сене алмайды. Сондықтан да бірінші уақыттың порядығы өте күшті болу керек. Таңертең 5-те тұрам дедің ба, тұрда уақытыңды просто жаңағындай планировать етіп таста. Планировать ету деген нәрсенің өзі маған вот реально ұнамайтын. Планировать етсем мен шаршап қалатындай, сол нәрседен жауапкершілігім бір көбейіп кететін сияқты ощущение болып, осы нәрседен үнемі қашып отыратынмын. Бірақ та вот реально сен когда өзіңнің уақытыңды планмен жасап бастайсың, иә, сол кезде сенің басыңда хаос кетеді, чувство вины сенің ішіңдегі, да, уақытты басқара алмай қалып жатқан сияқтымын. Тревога, стресс, эмоциялар өздігінен просто тап-таза болып кетіп қалады. Яғни уақытты планировать ету, таңертең осы уақыттан осы уақытқа дейін таңғы ритуалдарын жасаймын, медитация, аффирмация, да, кез келген техникалар болсын, өзімді дамытуға байланысты осы нәрселерді жасаймын, потом осы деген сияқты арқада уже физически жасау керек нәрселеріңді бекітіп алған кезде вот реально өмір сол кезде өзгеріп бастайды. Мен өзім былай жасаймын. Менде мынандай этаптар бар. Өзіммен жұмыс жасаудың мынандай этаптары. Мен бірінші отношения деп белгілеп қоямын, да. Отношения мен үшін не маңызды қазір? Отношения түзеуім керек. Когда мен осыны бақылауға бастағанда, осыларды хаотично емес, просто поэтапно қойып бастаған кезде, вот реально сол кезде ертеңге, кейінге қалдыру деген нәрсе болмайды. Сол кезде сен өмір сүруді ертең, кейін, уақыты келгенде емес, дәл қазір өмір сүруді бастайтын боласың. Ол бірінші отношения, да, мен жазып қоямын, отношения. Екінші ақша. Міндетті түрде сенің өмір сүруің үшін ол ақша керек, ол бас тарта алмайтын нәрсе. Ақша. Келесі нәрсе менің өзімнің психологически өзіме уақыт бөлетін уақыт, психологиялық. Одан кейін уже өзімнің уақытым, кәдімгі физический уақытым, өзімнің денеме уақыт бөлетін, жүгіретін, қимылдайтын, және де жалпы үйде жасау керек. Үйде уборкалар бәрін бөліп тастаймын. И соның астына жазамыз. Отношения ма, кіммен отношения қазір менің көңілім тоймайды. Күйеуіммен, баламмен, да, отношения дұрыс болмай жүр. Немесе олардың қазір переходный возрастта, например, олардың состояниесі осылай құлдырап жүр. Өзінің ортасымен отношениесі дұрыс болмай жатыр. Енді мен не істей аламын ана ретінде деген сияқты соны поэтапно мен жазып шығамын. Келесі нәрсе эмоция, өзімнің психологиялық болған кезде қазір өмірімде не нәрсеге рұқсат бере алмай жатырмын, да. 20 миллион теңге айына табуға рұқсат бере алмай жатырмын. Соны сіңіру керек менде задача, да. Осыны материальный, осындай нәрсе алу керек, соған рұқсат бере алмай жатырмын. Осы нәрсе менің отношениемнің мына адамдармен бұзылуына қандай программалар мешает, солардың барлығын тізіп жазып қоямын, бір айға деген сияқты. Просто бір айға, 2 айға емес, просто жазып қоямын и соны поэтапно жасап бастаймын. Сол кезде реально өміріңдегі хаос кетіп бастайды. Яғни өміріңнің авторы болып бастайсың. Бұл сондай бір иллюзия, немесе бір философиялық ұғым емес автор болу деген, когда сен реально осы хаостарды басыңдағы өміріңдегі шешіп бастаған кезде өмірің поэтапно реально өте тез өзгеріп бастайды. Мен негізінде идеальный емеспін, бірақ та бір нәрсені нақты түсіндім, да, что вот реально өміріңде бағыт болған кезде барлық хаос өздігінен азаятын болады. Өмірді басқарамын деп кетуге де болмайды. Просто өміріңді бағыттап отырған кезде осылай осы нәрсені жасауым керек, осы нәрсені жасауым керек. Сол кезде өміріңнің авторы реально өзің бола аласың.